Бүгін мен қорқынышты бір жан жайлы әңгіме айтам да, адамның жаны жайлы. Сенсеңдер сеніңдер, сенбесеңдер сенбеңдер, бірақ өзімнің басыммен, өзі көзіммен көрген нәрсе. Мен көп өтірік айта алмаймын. Шын жүрегімнен айтам. Өтірік айтсаң да сөзің бәрі үйкелеспейді. Ойымда не қалды, соны айтам, не көргенімді. Мына братан сақал қойып алып бізге уағыз айтып жатыр деп ойлап қалмаңдар. Жоқ, бұл шын нәрсе. Кеттік. Біздер бала кезімізде, социалистік кезімізде әке-шешеміз пионерский лагерьге беріп жібереді. Мен Алматыда Эдельвейс, Быковский, Солнце дейтін лагерлерде болдым, пионерский лагерьде. Сол сияқты Ақтөбеде Дружба деген лагерьде болдым. Содан өз қаламда лагерьде болдым, пионерский лагерьде. Біздерде пионерский лагерьде ертеңсін тұрғызады да, сосын завтрак береді да, балдарды бәрін паркқа алып кетті бір күні қыдыртуға. Паркте качели, бәрі бар ойнайтын. Сол парк әлі күнге дейін болды мен қаламда. Бірақ осы 8 жылға шамасында ол паркты бұзып, орнына басқа жеріне салып қойды. Оны көбісі мен қалам тұратын адамдар біледі, меме жастылар. Содан сол паркқа барып, әткеншекке барамыз бәріміз. Бір 4 әткеншек бар, бір қайық. 4-еу бүйтіп тұрды. Биікке көтеріліп, соны шайқап, балалар ойнайды. Сол әткеншекке кезекке тұрдық. Босамай жатыр әткеншек. Мен тұрмын өйстіп, әлі есімде. Қасында бір әткеншек бүйтіп балдармен шырқайлап жатыр. Келесі екінші әткеншек босады. Мен өзімше ана әткеншекке жүгірем деген кезде мана качели барды, манарамнан ұрып, мен аспанға көтеріп, жерге гүрс құлағанымды білем. Сағарт етсізгенде 5-6 метр, 5 метр дейма, биіктікте тұрмын. Биіктікте тұрғанда өзімнің қол аяғымды ештеңемді көрмеймін. Бірақ мынандай тесіктен бәрін көріп тұрмын. Мынандай бір тесік анық көріп тұрасың. Жан-жағы бұлдырап тұр. Қазір сіздерге түсіндірем. Мысалы, тап-таза көлге сүңгісіңдер астына. Жаныңда жүзіп жатқан адамдарды көзіңді ашып судың астында қарасаң бұлдырап көрінеді ғой. Сол сияқты жан-жағың бұлдырайды да, ортасында мындай жер анық көрінеді өйстіп. Осыны мен көшеде кетіп баратқан адамдар, балдар ойнап жатқан бәрін көріп тұрмын да мен. Бәрін көріп тұрмын. Бірсе құлақ дауыс естіледі, айқайдың, бірсе естілмей қалады. Содан тарс етсізгенде балдар жинап тұрған арасымен бүйтіп мен білмеймін жылдамдық өтіп кеттім да, бүйтіп қарасам көзім ашық, вожатый мен бетімнен ұрып жатыр да, жылап жатыр да, су бүркіп жатыр. Сосын тұрдым. Тұрғаннан ойбай деп жатыр, сосын мен тұрдым, не болғанын білмеймін. Қайттан качеліме жүгіріп ойнап жүрмін баламын. Сол кезде айтайын дегенім, менің ойымда ана биікте тұрғанда мынандай бәрін көріп тұрсың, жан-жағың бұлдырап тұр, мынандай тесіктен анық көріп тұрсың да, бүйтіп я қолыңды көрмейсің, я көзіңді көрмейсің, бірақ көріп тұрсың. Негізі ойлаймын, адам өлген кезде жаңа жан кішкентай ғой, биіктікте тұрады екен. Адам сияқты жүре алмайсың, өзің аяғыңды да көрмейсің, ештеңе көрмейсің, бірақ осындай көріп тұрасың, жан-жағың бұлдырап тұрады. Өлген адам неге қайтпайды дейсіздер ғой? Өзім ойым есептеп едім. Өлген адам жан-жағы адамдардың дауысын естімейді екен. Тып-тыныш көріп тұрады, бірақ ештеңе уайым, ештеңе жоқ, ештеңе ойламайды екен. Ал тірі қалатын адам есепте бірде айқайды естіп, бірде тып-тыныш естімей қалып сөйтеді екен. Ода шанс бар деген сияқты жүрек кеңкарек айтуға жанға, денесіне. Бірақ денені сезбейді екен адам. Адам уайымдамайды екен, ештеңе білмейді екен, керек емес деген сияқты дене. Тек жан екен. Негізі ойлап отырмын, қанша бір өліп бір нәрседен құтылам десең де құтылмайды екенсің. Тірі болып өліп қал, бірден құтылам бәледен өзіңді өлтіріп, бәрі өлмейді екенсің, жан өлтірмейді екен адам. Көріп тұрасың бәрі. Бірақ ар жағын өтірік айта алмаймын. Я жерде емес, я мықты биікте емес, ортада тұрады да, о жағын білмеймін. Енді адам өлгеннен кейін сені басқа жаққа алып кете ма, алмай ма, о жағын барып көрген жоқпын. О жағын мен өзім көрген нәрсені айтамын. Содан үйге қайттым. Сосын үйге қайтқаннан кейін ертеңіне тағы да түс көрдім да. Түс емес енді. Енді баламын. Содан кейін 2-3 күннен кейін көрдім. Өзім үйдің бұрышында тұрмын да, өзім ұйықтап жатқанымды көріп жатырмын. Содан кейін ештеңе көрмей кеттім. Бәрі жақсы болып кетті. Міне енді жасым 40-қа келген кезде есіме түсті да. Мына американский киноны көремін ғой, сол кезде сол есіме түсіп кетеді да. Американский кинодағы дәл сондай істейді екен, доғдырда адам өліп жатқан жоғарыдан көріп тұрады, дәл сондай. Копия біліп точно істейді. Бірақ бала кезінде көрген нәрсеңді, бір жаның сақтысы аман қалған нәрсе ұмытылмайды екен. Мәңгі бақи ойында тұрады екен.
мен соны тіпті елеңдемеппін, шыны керек. Жасым 40-қа келгенде ата анама айттым, мен сондай болдым, уш, маған осы уақытқа дейін айтқан жоқсың ғой деп. Тіпті ойыма да келмеді, бірақ білем бәрі көз алдымда. Тіпті әңгіме қозғамаппын. Олар шошып жатыр, ой, неге айтпайсың, өлмей аман қалған екенсің ғой деп. Сол күлеміз. Негізі достар, бұл шын нәрсе. Ана аккаунтта да осындай аккаунт болған, осы видеоны салғанмын. Бірақ ол аккаунт бұланға кетіп қалды. Ойлап отырмын, мен осы аккаунт қарағаннан кейін көп болса өшіріп тастармын. Жынды дейсіңдер ме, сау дейсіңдер ме? Бірақ шын нәрсені айтып тұрмын. Өтірік айтпаймын. Ұзын жолда жүрмін, өтірік не істеп айтпаймын. Шын нәрсені айтып тұрмын. Мен енді ойым былай, адам өлгенде ниетінен табады деген сөз. Мысалы, сен адамға жамандық істесең, өзімнің ойым, жаңағыдай ұшсаң аспанға, жаңағыдай бәрін көріп тұрасың, ештеңе айта алмайсың, дым да істей алмайсың. Сен көрмейді адам. Сен тіпті білмейсің ештеңе. Бірақ сен өлсең, егер де білмеймін, мынандай сияқты бір әлем саған сенің ниетіңмен істелінеді. Мысалы, сен тірі кезіңде адамдарға көп жамандық істейтін болсаң, сол жамандық уайымдайсың да үйде. Любой адам уайымдайды. Жақсы адамға жаман істейді да, ол дұрыс емес екенін біледі, бірақ сонда да ішінде болады да, сол ішіндегі нәрсе адамның бетін, көзін, жанарын құртады екен. Адам уайымдай бастайды, шаш түсе бастайды, шаш ағара бастайды, адамның көркі дейтін, адам тартымсыз болып кетеді екен да. Сөйтіп ниет пайда болады екен адамда. Ол ниет адам қайтыс болғанда өзінің ойы. Сол ішкі тамырымен сигнал бар, пульс дейді. Сол ойыңмен өзіңнің, мен ойлаймын, жұмағыңды, тозағыңды өзің істеп аласың, қолмен істейсің. Бірақ ол адам, мысалы, жаман істеген адам, оның кінәсі жоқ. Мен личный ойым. Оның кінәсі, оның ар жақ ата тегінде деп ойлаймын. Олар ұрпағына сөйтіп тастап кетеді да, жаман жері. Егер де сол жамандық көп істеген адам жаңағыдай өліп, жаңа ниетімен бір жерге өзінің ойымен жұмағына тозағына баратын болса, соны білсе, осы тірі кезінде келесі ұрпағым ондай болмасын деп ниетін түзету керек та. Ол қалай дейсіздер ғой? Адамға бір жамандық істесең, біліп тұрып, әдейі істесең, барып кешірім сұрап, ақшасын бересің, ризығын алып, довольны болуың керек. Сол кезде жүрегің тазарса, бәрімен ешкім жамандық жоқ, саған жамандық істей берсін. Сенің ниетің түзеле бастайды да, сол ниетің түзелгеннен кейін сенің ұрпағың ниетіңе байланысты өседі да, келесі ұрпақ сөйтіп жақсы болады. Ана қаныңды өзгерт деп айтады ғой, қаныңды бұрындар үлкендер. Қаныңды өзгерт деген сөз, жақсы жерден қыз ал ниеті бар деген сөз. Жақсы жерден қызын ал, өзіңді ниетің түзет, сол ұрпағың келе жақсы болады екен. Келесі ұрпақтарың ниетінен таппайды. Ниеті қандай сондай жерге барады да адам. Менің ойым, лично өзімнің ойым, достар. Егер де көп адам жамандық істейтін болса, адамның кескін түрі өзгереді. Көз ішіне кіріп кетеді, біреуге жала жауып, біреуді соттатса, жүрегінде қалады, ұмытпайды адам. Сол жүрегінде ішінде түкілген сақтап жүреді, ұйқыда дұрыс болмайды, давление де көтеріледі, себебі біреуге жамандық істеді ғой. Сөйтіп адам тартымсыз болады екен, адамдан қаша бастайды. Сөйтіп адам ниеті бұзылады деп ойлаймын. Менің личный ойым, егер де адам ашық, бірақ жауыңды аяма дейді. Жауың келді ме, қорған, өлтіресің ба, ол сен дұрыс болсаң. Бірақ біреуге жамандық істемей, күшті болсаң, жүрегің таза, қате істесең, барып кешірім сұрап, өзің әділетті болсаң, бірақ мықты болсаң, өлімнен қорықпайтын болсаң, өлсем өлем, әділетті өлем дейтін адам болсаң, шын далада жақсы ұйықтайсың, денсаулығың да жақсы болады, көркің де жарлы болады, көзің де әдемі болады деп ойлаймын, достар. Солай. Аман болыңыздар.